Шеберлік сыныптың аты авторлық бағдарлама идеядан нәтижеге дейін деп аталады. Шеберлік сыныпты өткізудегі мақсатым авторлық бағдарлама жасаудағы тәжірибемен бөлісу арқылы мұғалімдерге бағдарлама әзірлеудің негіздерін үйрету. Енді мен алдыма мынандай міндеттер қойдым. Қазір осы міндеттер бойынша жүремін. Бірінші, авторлық бағдарламаны анықтамасы мен маңыздылығын түсіндіріп кетсек, одан кейін бағдарламаны әзірлеуді кезең-кезеңмен танысып кетсек, содан кейін құрылымы бағдарламаның, авторлық бағдарламаны бекітудің процесімен, осы бекіту процесіне келгенде бізде жұмыс тоқтап қалады ғой, содан кейін авторлық бағдарлама байқау туралы ақпарат берсем, және мұғалімдерге өз бағдарламаларын жасауға бір кішкене болса да шабыт берсем деген ой. Енді күтілетін нәтиже, мұғалімдер өздерінің авторлық бағдарламасын жасауға деген дағды мен білімге ие болады. Жұмыс деген тек қана бір нәрсеге қатып қалған емес, ол жаңағы оқу материалдары. Оқу материалдары деп қарауға болады, оқулық, оған оқу құралдарын, содан кейін дидактикалық материал жатқызуға болады. Әртүрлі кесте, карта, тест тапсырмалары, енді әдістемелік құралдар бар. Келесі кезең әдістемелік. Бұл жерде жаңағы әдістемелік құралдың өзі, әдістемелік ұсыныс даярлауға болады, нұсқау даярлауға болады, және оқу әдістемелік кешен. Оқу әдістемелік кешендерге оқу бағдарламалары мен курстар. Жаңа мұғалім өзі авторлық бағдарлама жасай алады, содан кейін қосымша білім беру курсын ұйымдастыра алады. Авторлық бағдарламаны мұғалім өзі жасайды. Авторлық бағдарлама деген бұл мұғалімнің өзі дайындаған оқу бағдарламасы. Жаңа министерство дайындайды ғой. Тура сол сияқты өзіміз кішігірім етіп, өзімізге авторлық бағдарлама дайындап алуымызға болады. Яғни өзімізге пән енгізіп алуымызға болады. Яғни пәннің ішіндегі бір бөлімді жеке пән қылып алсақ болады. Бұл стандартты оқу бағдарламасынан ерекшеленеді. Бірегей әдіс тәсілдер қолданылған жоспар. Яғни бұл жоспар бағдарлама дегеніміз. Және белгілі бір пәнді немесе тақырыпты оқытудың жаңа бір тәсілі, жаңа бір жолы. Енді анықтамаға былай толықтай анықтама беретін болсақ, бұл педагогтың белгілі бір тақырыпқа, пәнге немесе курстық мазмұнға өз көзқарасы мен тәжірибесі негізінде жасаған жеке білім беру бағдарламасы. Ал авторлық бағдарламаны не үшін жасайды? Бұл белгілі бір пәнді немесе тақырыпты тереңірек оқыту үшін, және бұл оқушы үшін жасалады. Енді тағы да айтатын болсақ, бұл білім беру саласындағы көбіне көп жаңа инновациялық тәсілді алуға тырысу керек. Қазіргі кезге қажеттілікке сай болу керек. Содан кейін бұл мұғалімнің жеке педагогикалық тәжірибесі мен шығармашылығының көрінісі. Яғни мұғалім өз тәжірибе жинақтайды, сол тәжірибесі осы авторлық бағдарламада көрініс табады. Және жаңа тағы айтып кеттім, оқушылар үшін жасалады, оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында. Енді авторлық бағдарламаны әзірлеу кезеңдерін бізде бірінші идеяны қалыптастырып алу керек, және тақырыптық таңдау керек. Осы енді авторлық бағдарлама жасау үшін бізге жаңағы идея қалыптастыру керек. Идеяны қалыптастырып тақырыптық таңдаған кезде сіз өз пәніңізде тереңірек меңгерту үшін оқушыларға қосымша қандай курс ұсынар едіңіз? Сондай сұраққа жауап беру керек. Мен пәнімде нені жетілдірсем болады? Мен неден ақсап жатырмын? Немесе шіркінай осы болса ғой дейміз ғой, бізде осы болса ғой деген нәрсені өзіміз жүзеге асыру керекпіз. Сіз өз пәніңіз бойынша оқушылардың бойында қалыс қалып бара жатқан қандай дағдыларды дамытқыңыз келеді? Міне осы екі сұраққа жауап іздесек, бізде идея пайда болады, содан кейін тақырып. Авторлық бағдарлама байқауында қорғауға ұсындым ғой, сол жұмысым мәтіндік есептерді шығару практикумы. Өзімнің осындай жаңағы өзімде бар проблемамен тақырып шықты. Сол үшін қандай тақырыпқа жазамын керек? Қазір бар проблема, ол бізде уже тақырып. Енді екінші кезең бізде авторлық бағдарламаны жазу. Уже тақырып бар ма? Бағдарламаны жаза беру керек. Енді бағдарламаны жазу, дәл осы бағдарламаны жазу мен материалды дайындау ең үлкен жұмыс, көп уақытты талап етеді. Енді авторлық бағдарламаны жазу үшін оның құрылымдық элементтерін білу керек. Бірінші жаңа титулдық бет, бастапқы бет, одан кейін түсіндірме жазба, оқу тақырыптық жоспар, авторлық бағдарламаның мазмұны, әдістемелік сүйемелдеу. Бұл әдістемелік сүйемелдеу үшінші кезеңге кетеді, жаңа айтқан. Содан кейін әдебиеттердің тізімі. Енді қандай әдебиет қолданасыздар, соны жаңағы бір жерге жазып отырсаңыздар, кейін дайын тұра алады. Мысалы, бір кітаптан бір нәрсе алдыңыз ба, әдебиетін жазып қойыңыз.
болды. Ол кейін бізде дайын тұрады, оны бір жақтан алып келіп жазбайсыздар. Енді мына әрқайсысына тоқталайын, бастапқы бетте жаңа білім беру ұйымының атауы тұрады, автордың аты жөні, соны бағдарламаның атауы, бағдарламаның жылы. Болды, титулды бетте осы тұрады. Ал екінші бетте түсіндірме жазбасы. Түсіндірме жазбасы бағыты, өзектілігі, жаңалығы, педагогикалық мақсаттылығы, мақсаты мен міндеті, ерекшелігі, күтілетін нәтижелер және оларды тексерудің әдістері. Түсіндірме жазбада осылар жазылады. Содан кейін авторлық бағдарламаның мазмұны. Мына авторлық бағдарламаның мазмұны тақырып беріледі. Сіз тақырыпты таңдап алдыңыз, содан кейін тақырып идея келді, тақырып таңдаңыз. Енді соны не мақсатпен оқытасыз оқушыларға, түсіндірме жазба деген ол бүйтіп жай ғана нәрсе емес, не үшін сіз ол тақырыпты алдыңыз? Қазір не үшін ол не дейміз, актуальный дейді ғой, өзекті. Соған жауап береміз. Содан кейін мақсатыңыз не және неге қол жеткізесіз, күтілетін нәтиже деген. Оны бір нәрсе үшін алдық қой біз, жайдан жай емес, бір нәрсеге жарайтын бағдарлама болу керек. Енді мазмұны болған кезде сіз тақырыбыңыз бар. Енді ол тақырыпты көбінесе 34 сағатқа жоспарлаймыз. Ол тақырыпты, мысалы, тақырыпты алып, сол тақырыпты айта бермейміз, немесе балалар үйде материал іздеп келді демейміз, мүмкін ол үй тапсырмасы ретінде берілетін шығар. Бізде нақты болу керек. Мақсатқа жету үшін сізде қандай тақырыпты өтуіңіз керек. Сізде 34 сағат болғанмен сіз 17-ақ тақырып өтуіңіз мүмкін. Қандай тақырыпты оқытасыз балаға. Сол кезде ол түгел мақсатқа жетіп шығасыздар, күтілетін нәтижеңіз алынады. Сол тақырыптарды сағаттарға бөліп қоямыз. Келесі авторлық бағдарламаның әдістемелік қамтамасыз етілуі. Бұл жерде жаңашыл, бас жағында айтылып кетті. Жаңашыл идея, жаңаша әдіс тәсіл деп. Бұл жерде авторлық бағдарлама бойынша сабақ оқытқан кезде балаға сіз қандай әдіс тәсілдерді мүмкін ойын сабақ ретінде, конкурс ретінде ұйымдастыруымызға болатын шығар. Келесі бізде төртінші авторлық бағдарламаларды оқу процесіне енгізу. Енді мына жерде оқу процесіне енгізу кезеңінде ол рецензиялау кіреді. Рецензия жазу, бұда 2 рецензия. Содан кейін апробация деген сынақтан өткізу. Яғни міндетті түрде оны оқу процесінде қолдансақ, шынымен қосымша сабақ ретінде оқушылармен жүргізсек, қазір бізде факультатив бөлім дейді ғой, мысалы, соның есесіне ББЖМ-ға дайында деген кезде, сол бағдарламамен дайындап шықсақ, сол кезде кем-кетігі шығады. Содан кейін өз идея келетін, мына жерін былай жасамаппын ғой деген сияқты. Бұны қыркүйек, наурыз айында өткізген дұрыс. Қыркүйекте алып келіп бағдарламаны енгізу керек, сонымен жұмыс жасап, жылдың аяғына дейін белгілі болады. Нәтижесі түзететін жер түзетіліп отырады. Енді келесі осы оқу процесіне енгізу сол. Енді авторлық бағдарламаны бекіту кезеңі. Мектепте әдістемелік бірлестікте талқылайды, ауданға ұсынылады. Сол ауданға ұсынған кезде оның өзінің қажетті құжаттары бар. Сол қажетті құжаттарды өткізеді. Енді ол қандай құжаттар десеңіздер, өтініш жаздық. Менің педагогикалық тәжірибемді қарастыруды сұраймыз деген, мынанша беттен тұрады, 62 беттен тұрады деп өтініш жаздық. Оның үлгісі бар. Одан кейін тіркеу туралы материалды толтырып бердік. Енді сол жаққа барған кезде өз хатшы қол қойып, өздеріне тігіп жатады ғой, қай жақта хатшы қабылдап алады, сол қол қояды. Одан кейін рецензия, жаңа үлгімен жазылған үлгісі берілген. Жаңа үлгімен білім беру ұйымы, автор тақырыбы, рецензия жазылады. Екінші рецензия, үшінші педагог шеберден алынған рецензия. Бос бланкісі де бар. Содан кейін мына нәрсе екен бізде. Біз не дейміз, әдістемелік кеңестің хаттамасын жібереміз ба, не жібереміз дейміз ғой, мына нәрсе жіберіледі екен бізде. Мына қараңыздар, ұсынушы тараппен толтырылады, яғни әдістемелік қалалық әдістемелік кабинеттің басшысы, әкімшілік конкурстың қазылар алқасы. Конкурста қаралса, соның қазылар алқасы толтырылады. Яғни жұмысы, тәжірибесі, содан кейін жеке-жеке сипаттама береді. Тәжірибенің тақырыбы қандай, идеясы қандай, тұжырымдамасы, сөйтіп өзгерістердің нәтижесі қандай,
Содан кейін жаңағы апробация өтті, жаңағы қандай нәтижеге жетті. Содан кейін жаңағы педагогикалық тәжірибе туралы таралымдар дейді. Яғни бұл не міндетті түрде авторлық бағдарлама ғана бармайды. Сол авторлық бағдарлама жазып жатқан кезде жаңағы басылымда 2 мақала жариялану керек. Кейін не тағы да бөлек антиплагиат деген анықтама керек. Сіздерде жаңағы авторлық бағдарлама байқау деген ол басқа нәрсе, мүлде басқа нәрсе. Бірақ бәрі осылар керек. Оның ішінде лицензия керек, мүлде басқа нәрсе болды. Ол жай байқау, мұғалімдердің арасындағы байқау. Бірақ ол байқауға көбінесе анандай бекітілген бағдарламаны қабылдамайды. Жаңа нәрсе келсін деп, жаңағы. Мысалы, бірінші байқауға қатысып, содан кейін бекіттірсе болады.